Сәлем достар, бүгін бізде үйренетініміз пеня есептеу. Пеняны қалай есептейміз? Мысалға сіз төледіңіздер, медстрахование, кешіктіріп төлеп жатсаңыз, тогда сізге пеня төлеу керек болады. Енді пеня сұрақ, қаяқтан есептейміз, ол қанша теңге болған екен. Ең бірінші біз кіреміз, КГД деген сайт бар. Мемлекеттік кірістер комитеті деген. Осы жерде енді бұрынға қарағанда қазір өзгерген, жақсылап қарасаңыз аяқта бұяқта барлығы бар. Негізі жақсылап түсіне алсаңыздар, сіздерге көмек өте көп сайттың бар ғой. Сіз сервисіға басасыз, астыға қарай түссеңіз, калькуляторы бар. Мыяқта налоговый транспорт, расчет пени үшінші тұр. Осы жерде расчет пеніға кірсеңіздер, қай уақыттан не екенін бәрін. Мысалға, біз мыяқтан енді таңдаймыз. Социальный налог па, не сіздерде, земельный налог па, пенясын қалай есептеу керек. Мысалға, бізде астаға қарай түсеміз, мыяқта там барлығы бар мына жерде бар ғой. Не бензин, коньяк дейсіз ба, не керек. В общем, еске любой сізге қандай сағамет социальный налог дейінші. Социальный налог. Енді бізде қай уақыттан бастап төленбеді. Мысалға, алатын болсақ, бізде 2023-тің декабрінен бастап, біз мысалға 26-нан басталады. 25-нен төлеу керек біз ғой. 26-нан басталады. 26-ны таңдаймыз. И бүгінгі күнге дейін төленбеді делік. Ал бізге төлеу керек болған, мысалға, сіз өзіңіз қанша төлеу керек едіңіз ай сайын. Сол сумманы жазасыз. Мен мысалға 5200 теңге төлеп жүрдім делік ал. Енді осыны есептейміз. Бұл бізде 6 айға төлемедік делік. Бізде общемеке шығып тұр 484 теңге 74 тиын. Енді қараңыз. Сіз мысалға бүгін осыны төледіңіз делік, барлық сумманы. 5200 теңге ма? 5200 теңгені бәрі айға бөліп салып шықтыңыз. Но енді ол 3 жұмыс күнде түседі ғой. Сол себепті сіздерге советовать етсем 484 теңге емес, бір 520-550 теңге салып тастаңыздар. Потому что 3 жұмыс күнде түседі, и ол да уақыт болып есептелінеді. 3 күн болса да, 2 күн болса да. Осылай. Сіздерде тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Комментарийға жазып кетіңіздер, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.